Бұл бізде оқушыларға арналған көші табылады. Ендігі кезекте менің айтатын тақырыбым бұл телеграмманың 3-ші бөлімі. Оны біз мына сайтқа салып қойған электронды кітаптан оқи аламыз. Бізде Хейзин деген платформа арқылы жасалған. Жалпы қысқаша бөлім айтсам, 3-ші бөлім бізде қайғы деп аталады. Жалпы бұл бөлімде Ақбілектің күтпеген жерден қиындыққа тап болуы және де одан қашып құтылу жолын айтатын болады. Қысқаша мазмұндап өтетін болсам, бір күні Ақбілек күтпеген жерден құтылу мүмкіндігіне ие болды. Башқұрт жігіті Ақбілекті жасырын алып шығады. Ол қызды өз өмірін қатерге тігіп болса да құтқаруға тырысады. Сөйтіп Ақбілек мантаулар арқылы қашып кетеді. Бірақ қашу оңай емес. Алда белгісіздік, аштық, жалғыздық, қорқыныш. Ақбілек күндіз тығылып, түнде жүреді. Аяғы жараланады, күші кетеді, және де осы уақытқа табиғатпен өзімен өзі қалады. Жазушы жалпы Ақбілектің ішкі жан дүниесіне аласапыранда психологиялық күйзелісті өте терең береді. Бұл бөлім қыздың ішкі шыңдайтын сынаққа айналады. Адам дәл осы жағдайда неге өмір сүремін, менің кінәм не сұрақ қояды. Сол сияқты Ақбілекте осындай ойлар туады. Бірақ ол қиындыққа оңай беріле салмайды. Ақыры ол ауылға жетеді. Бұл оның физикалық қана емес, рухани түрде өмір үшін күресінің белесі. Автор мұнда адам шыдамдылығының ең төменгі шегінің төзімнің қандай биік болатынын дәл суреттейді. Қорыта айтқанда, Ақбілектің физикалық азаптан рухани тазаруға, өзін тануға қадам жасаған кезеңі болып табылады. Ол өмір шындықты түсініп, қиындыққа төтеп берудің, сабыр мен төзімнің не екенін ұғынады. Бұл бөлім адам рухының беріктігін, өмірге деген жігердің күшін жалпы осылай 3-ші бөлімде осылай Ақбілек қалай қиындықтан құтылып шығады